Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Биоәлем каналына қош келдіңіздер. Сіздермен биология пән мұғалімі Амангүл апай. Сіздерді көріп отырғаныма қуаныштымын. Бүгін біз 8-ші сынып 9-ші бөлім координация және реттелу бөлімінің тақырыптары гормондар арқылы гуморальды реттелу, эндокринді безінің қызметі және оларға байланысты аурулар тақырыбын қарастырамыз. Енді бездер дегеніміз не? Бездер дегеніміз безді эпителий жасушаларынан тұратын мүшелер. Бұл жасушаларда қандай да бір белгілі бір заттар секреттеледі. Бездердің ішінде түзілетін заттарды секреция, ал бөлінетін заттарды секрет деп атайды. Олар түзіліп болған соң безде эпителий жасушаларының мембранасы арқылы бөлінеді. Безді эпителий жасушаларынан түзілген секреттердің қайда бөлінуіне байланысты бездерді 3 топқа бөледі. Аралас секреция бездері, ішкі секреция бездері және сыртқы секреция бездері. Сыртқы секреция бездерінің ерекшелігі бөліп шығарушы өзегі болады. Секреттерді мүшелерге немесе дененің сыртына бөледі. Секреттері сөл деп аталады. Екінші, ішкі секреция бездері. Олардың ерекшелігі сөл бөлетін өзегі болмайды, сөлі тікелей қанға бөлінеді. Оның сөлін гормондар деп атайды. Аралас секреция бездері бір мезгілде қанға гормондар өзектерге сөл бөледі. Сыртқы секреция бездері. Енді осы бездерді, сыртқы секреция бездерін жеке қарастырайық. Сыртқы секреция бездерінің екінші атауы экзокриндік бездер. Экзокриндік бездерге тер бездері, сүт бездері, сілекей, май бездері және бауыр жатады. Бұлар тікелей сыртқа бөліп шығаратын өзектері бар. Белгілі бір секретті бір мүшелер арқылы сыртқа бөледі. Келесі, аралас секреция бездері. Аралас секреция бездеріне ұйқы безі мен жыныс безі жатады. Ұйқы безі қанға инсулин және глюкагон гормондарын бөледі. Бұл ішкі секрециялық қызметі. Ал сыртқы секрециялық қызметі өзінен бөлінетін ұйқы безі сөлі панкреатин өзекшесі тікелей ұлтабарға құйылып ас қорытуға қатысады. Жыныс бездері. Сыртқы секрециялық белгісі ер адамдардың жыныс бездерінде жыныс жасушалары сперматозоидтар, әйелдерде жұмыртқа жасуша түзіледі. Ішкі секрециялық белгісі ерлерде тестостерон, андроген, әйелдерде эстроген, эстрадиол гормондарын тікелей қанға бөледі. Енді ішкі секреция бездері немесе эндокринді бездерге жеке тоқталайық. Эндокринді бездер, адам ағзасында мынандай эндокринді бездер бар. Бірінші гипофиз, қалқанша безі, қалқанша маңы безі, тимус, бүйрек үсті безі деген бездер ішкі секреция немесе эндокринді бездерге жатады. Осы ағзадағы жүріп жатқан физиологиялық процестер мынадай жолдармен реттеледі. Гормондар және гуморальды реттелу. Егер гормон қатысатын болса, оны гуморальды реттелу дейміз. Гормондар ішкі секреция бездері бөліп шығаратын ағза мүшелерінің қызметін өзгерте алатын биологиялық белсенді заттар. Ағза қызметінің гормондар және де басқа заттар арқылы реттелу қан арқылы жүзеге асады. Реттелудің бұл түрі гуморальды деп аталады.
гуморальды реттелуден басқа біздің ағзамызға жүйкелік реттелуде ми мен басқа да орталық жүйке жүйесінің бөлімдері арқылы реттелуі тән. Ағзаның барлық мүшелерінің жұмысына эндокриндік және жүйке жүйесі бірлесіп әсер етеді. Ағза мүшелерінің осылай реттелуін нейрогуморальды жолмен реттелу дейміз. Біз енді алдағы сабақтарда 10 сыныпта, 9 сыныпта ағза нейрогуморальды жолмен қалай реттеледі, оны қарастыратын боламыз. Енді эндокринді бездерді сипаттайық. Эндокринді бездер ағзаның басқа мүшелері сияқты ауруға шалдығуы мүмкін. Олардың қызметінің бұзылуы үлкен екі топқа бөлінеді. Гиперфункция – гормондардың мөлшерден көп бөлінуі. Гипофункция – гормондардың мөлшерінен аз бөлінуі. Гипоталамус деген не? Гипоталамус – аралық мида орналасқан ішкі секреция бездерінің қызметін реттейтін орталық. Гипоталамус гипофиз тығыз байланыста жұмыс істейді. Гипоталамус гипофиз безін реттейді. Гипоталамус гипофизге әсер ететін статин және либерин гормонын бөледі. Статин гипофиздің түзуін тежейді, либерин белсенділігін арттырады. Мінекей, мына бөлікті гипоталамус дейміз. Осы жерде гипофиз безі орналасқан. Гипофиз ағзадағы барлық бездердің жұмысын реттейді, яғни басқарып отырады. Енді гипофиз безінің орналасуы артық мөлшерде бөлінгенде, кем бөлінгенде қандай өзгерістер болатынына кеңірек тоқталайық. Гипофиз пішіні үрме бұршақ тәрізді, ересек адамдарда салмағы 0,5–0,65 грамм. Бұл без 25 түрлі гормон бөледі. Ұйқы безінен басқа барлық ішкі секреция бездерінің қызметін басқарады. Гипофиздің алдыңғы, ортаңғы, артқы бөліктерінің гормондары ерекшеленеді. Бірінші артқы бөлігіне тоқталайық. Бұл бөлік өзі гормон түзбейді, тек гипоталамуста түзілген вазопрессин, окситоцин гормондары гипофиздің артқы бөлігіне жиналады. Вазопрессин организмнің бүйректе судың қайта сіңірілуі арқылы зәр шығаруды азайтады. Окситоцин жатыр бұлшықеттерінің жиырылуын күшейтеді. Ортаңғы бөлігі меланоцитропин гормоны тері жасушаларына рең беретін меланин пигментінің түзілуіне әсер етеді. Ортаңғы бөлігі. Ал алдыңғы бөлігі гормондары бірінші қалқанша бездің өсіп жетілуіне әсер ететін тиротрофты гормон. Екінші бүйрек үсті бездерінің жетіліп белсенділігін арттыратын адренокортикотрофты гормон. Үшінші жыныс бездері жетілуін, даму жұмысын қалпына келтіретін гонадотрофты гормондарды бөледі. Төртінші өсу гормоны немесе соматотрофты гормон. Қаңқа бұлшықеттің өсуіне әсер ете отырып, ағзаны дамытады. Гипофиз безінің бұзылуынан туындайтын ауытқулар. Алыптық соматотрофты гормонның тым көп бөлінуінен туындайтын ауру, яғни бойы мөлшерден тыс биік өседі. Акромегалия көбінесе адамда есейген кезде соматотрофты гормонның тым көп бөлінуінен дененің жеке мүшелерінің қанқа, сүйектер, аяқ, мұрны тағы басқа тез өсіп кетуі. Гипофиздік ергежейлілік қалыпты ақыл-естің дамуына қарамастан бойдың өспей қалуы. Кейде дене бітімі бір-біріне сәйкес болады,
ал кейде дене бітімі сәйкессіз, тек жеке мүшелер ғана өспей қалады. Яғни бойының биіктігі 150, ересек адамның бойының биіктігі 150 сантиметрден төмен болса, оны ергежейлі адам деп айтамыз. Келесі без қалқанша безі мойынның алдыңғы жағында орналасқан. Олар өзара байланысты екі бөліктен тұрады. Қалқанша безі қанның құрамындағы йодты сіңіріп жинақтайды. Ол тироксин гормонын бөледі. Тироксин дененің өсуі мен даму, зат алмасуы, яғни нәруыз бен майдың денеге сіңуі сияқты зат алмасу әрекеттері мен жүйке жүйесінің қозуына әсерін тигізеді. Қалқанша бездің қызметі бұзылуынан туындайтын аурулар. Енді осы аурулар тесттерде, сәйкестік тестте келуі мүмкін. Жалпы мұқият қарап, өздеріңізге жазып, белгілеп, қайта оқып шығыңыздар. Бадырақ көз немесе Базедов ауруы. Гормонның тым көп бөлінуінен туындайды. Белгілері жоғары зат алмасу, артық жүйке жүйесінің қозғыштығы, ашушаңдық, көздерінің бадыраюы жатады. Миксидема тироксин гормонының жетіспеушілігінен пайда болатын ауру. Мұндай ауруларда зат алмасу төмен, жүйке жүйесінің қозғыштығы әлсіз, терінің астында су жиналып, ісіну байқалады. Кретинизм өсіп келе жатқан организмде қалқанша без гормоны жетіспесе, оның өсуі және жыныс психикалық дамуы баяулайды. Келесі эндемиялық зоб, алқымның ісуі. Ағза тамақпен бірге йодты жеткіліксіз мөлшерде қабылдаса пайда болады. Аурудың белгілері: без ұлғайып, салмағы 1 килограммға дейін жетеді. Енді бездің артық бөлінуінен бадырақ көз Базедов, гормонның артық бөлінуінен Базедов, гормонның жеткіліксіз бөлінуінен миксидема, балаларда гормон жетіспесе кретинизм, ал эндемиялық зоб немесе алқымның ісінуі ол йод. Осы тағам құрамында йод жеткіліксіз қабылдаған кезде пайда болады. Соны бір-бірімен ауыстырмай естеріңізге сақтауларыңызды сұраймын. Қалқанша маңы безі. Қалқанша маңы бездерінің саны 4-еу. Олардың екеуі бездің жоғары жағына, екеуі төменгі жағына орналасқан. Кальций алмасудың реттелуі парад гормоны және Д дәруменінің қатысуымен болады. Жалпы 1924 жылға дейін ол қалқанша безі деп аталып келген, бірақ 24 жылы осы қалқанша безінің маңында орналасатынын анықтаған екен. Қалқанша маңы бездері парад гормон бөледі. Ол сүйектерде жиналатын фосфор мен кальцийдің мөлшерін реттейді. Парад гормон Д дәрумен жетіспегенде сүйектің құрамында кальций азайып, оның қаттылық, мықтылық қасиеті төмендейді. Бұл бездердің қызметі нашарлағанда кальций деңгейі қанда төменде, фосфордың деңгейі көтеріледі. Кальций деңгейі төмендегенде адамның жүйке жүйесінің қозғыштығы артып, қаңқа бұлшықеттерінің қозуы күшейіп, дене дірілдеп, ұстама пайда болады. Бездердің жұмысы күшейгенде сүйектегі қанға өтіп, оның қандағы мөлшері көбейіп кетеді. Сондықтан сүйек сынғыш болып кетеді. Қан тамырларда, бүйректе және бауырда кальций жиналып, бұл мүшелердің жұмысы бұзылады. Қанның құрамында кальций көбеюі үлкен ми сыңарлары қыртысының қозуын төмендетеді. Осының әсерінен адамда әлсіздік, енжарлық, көңілсіздік пайда болады.
бүйрек үсті безі екі бүйректің үстінде орналасқан, әр бездің салмағы 12 грамм. Бүйрек үсті безі сыртқы қыртысты және ішкі милы қабаттан тұрады. Бүйрек сияқты осындай екі қабаттан тұрады. Соны естеріңізде сақтап алыңыздар. Сыртқы қыртысты қабаттан бөлінетін гормондар минералокортикоидтар, глюкокортикоидтар және альдостерон. Ішкі милы қабаттан бөлінетін гормондар адреналин және норадреналин. Аты аталып тұрғандай, міне бүйректің үстінде орналасады. Бүйрек үсті безі минералокортикоидтар ағзаға минералдарды, заттардың, тұздар мен су мөлшерін реттейді. Глюкокортикоидтар тағамның құрамындағы нәруыздардың көмірсуға айналуын қамтамасыз етеді. Бездің қыртысты қабатының зақымдануынан жеткілікті мөлшерде гормондар бөлінбегендіктен аддисон ауруы пайда болады. Аурудың белгісі әлсіздік, қан қысымының төмендеуі, тәбеттің болмауы, тері түсінің бозғылт болуы. Адреналин жүрек жұмысына, қан тамырларына әсер етеді. Жүректің жұмысын жылдамдатады, қандағы глюкоза мөлшерін арттырады. Бауырда гликогеннің мөлшерін азайтады. Күйзелісті жағдайда адреналиннің бөлінуі артады. Дәрігерлер кейде жүрегі тоқтап қалған адамның жүрегіне қайта соғу үшін адреналин егеді. Бұл басқа күтпеген ауыр жағдайда бүйрек үсті бездері норадреналин бөледі. Келесі без тимус немесе айырша без. Салмағы 20 грамм, балалық шақта үлкен болып, жыныстық жетілуден кейін кішірейе бастайды. Өсу процесіне қатысады, организмнің қорғаныштық реакциясын, иммунитетті қамтамасыз етеді. Тимазиннің жетіспеушілігінен лимфоциттер азайып, антидене түзілмей, иммунитет төмендейді. Аты айтып тұрғандай, мына жерде міне төсте орналасады. Тимус немесе айырша без тимазин гормонын бөледі. Келесі жыныс бездері. Адам ағзасында жыныс бездері жыныстық жетілуден кейін ғана жыныс гормондарын бөле бастайды. Ерлердің жыныс гормоны тестостерон, сақал мұрттың өсуі, бұлшық ет пен қаңқаның дамуы, дауыстың жуандауы, тағы басқа жүзеге асырады. Аталық жыныс безі омақ қуысында орналасады, одан бөлінетін гормон тестостерон. Аналық жыныс безі құрсақ қуысында орналасқан, одан бөлінетін гормон эстроген. Әйелдердің жыныс гормондары эстрадиол, прогестерон және тағы басқа. Дене пішінін, сүт бездерін, тері астына майлардың жиналуын, дауыстың жіңішкеруі және тағы басқа белгілерді қалыптастырады. Назарларыңызға рахмет. Сіз бүгінгі сабақта жаңа нәрсе түсінді деп сенемін.